Бір неміс профессоры студенттеріне қызықты, бірақ өмірлік маңызы бар тапсырма береді. Екі көршінің арасындағы дауды шешу. Мәселе мынада, бір көршінің бағындағы алма ағашының бұтағы екінші көршінің бақшасына қарай иіліп тұр. Алма піскенде жерге түсіп, екінші көршінің аялаған қызғалдақтарының нәзік сабақтарын сындырады. Студенттер бірден іске кіріседі. Бірі қызғалдақ иесін жақтап, оның жеке меншігі бұзылып жатыр дейді. Екіншісі, алма ағашының иесін қорғайды, ағаш табиғи жолмен өсіп тұр, ол заң бұзбады деді деп. Студенттер Германияның заңдарын ақтара бастайды. Азаматтық құқық, меншік туралы баптар мен экологиялық ережелерді зерттейді. Барлығы өз білімдерін дәлелдеуге тырысады. Алайда профессордың жауабы бәрін таң қалдырады. Қызғалдақ көктемде гүлдейді, ал алма күзде піседі. Демек, алма қызғалдақтарға еш зиян тигізе алмайды. Сіздер заңды жаттап, баптарды оқығандарыңызбен мәселенің мәніне үңілмедіңіздер. Кез келген даудың шешімін табу үшін алдымен парасат пен байсалды ой қажет. Ақыл, заңнан бұрын жүруі керек. Бұл оқиға бір ғана емтихан тапсырмасы емес. Бұл өмірдің өзі. Біз күнде түрлі жағдайға тап боламыз, отбасында, жұмыста, қоғамда. Сол сәттерде әр нәрсеге заңдық тұрғыдан емес, адами тұрғыдан қарай білсек, талай даудамайдың алдын алар еді. Ақиқат кейде жай ғана байқағыштық пен сабырда жатады. Оқы, бірақ жаттап алу үшін емес, ойлану үшін оқы. Ойлан, бірақ тек өзің үшін емес, өзгеге де пайдаң тисін деп ойлан.